Сәлеметсіздер ме балалар? Біз сіздермен бүгін фотосинтезге қажетті жағдайлар тақырыбын өтеміз. Сабағымыздан бастамас бұрын мына жердегі берілген презентациядағы фонға назар аударуларыңызды сұраймын. Яғни осы бойынша біз бүгін сабағымызды аяғына дейін түсіндіремін. Жалпы фотосинтезге қажетті жағдайлар деген тақырыпты бастамас бұрын біз фотосинтез дегеніміз не? Осы терминге анықтама бере кетейік. Бірінші, фотосинтез дегеніміз бұл күн сәулесінің қатысында су, бейорганикалық заттар немесе бейағзалық заттар дейміз, және көмірқышқыл газынан органикалық заттардың түзілу процесі. Бұның енді формуласына келетін болсақ, сіздер бұрыннан бері таныссыздар. Жалпы фотосинтез процесіне қажетті бұл көмірқышқыл газы, су, жарық, хлорофилл және солардың нәтижесінде түзілетін қант, немесе оны глюкоза дейміз, және оттегі мен крахмал жатады. Енді мен бірден осы жерде айта кетейін, осы тақырып бойынша сіздерде ұбт-да көбінесе кездесетін тест сұрағы мынадай болады. Фотосинтез нәтижесінде алғашқы қандай көмірсутек түзіледі деген сұрақ болады. Глюкоза деп белгілейсіздер, одан кейін күрделі қант пен крахмал түзіледі деп жауап бересіздер. Және де тағы да бір жиі кездесетін сұрақ, фотосинтезге қажетті бастапқы заттар деген сұрақ жиі кездесті. Бұның жауабы, яғни энергияға бай емес су және көмірқышқыл газы мен жарық. Немесе бір сөзбен айтсақ, СО2 дейсіздер, жарық дейсіздер және су деп белгілей кетесіздер. Бұл бойынша сіздерге барлығы түсінікті деп ойлаймын. Енді әрі қарай біз жапырақтың жасушалық құрылысына тоқтала кетейік. Сіздерге мен мына жерде слайдта суретін ғана қойдым. Дәптерлеріңізге түсіріп суретін салып алыңыздар және керекті ақпараттарды әрқайсының қасына түртіп жазып отыруларыңызды сұраймын. Енді осы жапырақтың ішкі құрылысына келетін болсақ, мына жерде көрсетілгендей, үстіңгі өңнен жасыл бағаналы жасушалардан, борпылдақ жасушалардан және сүзгілі түтіктерден, флоема, ксилемадан тұрады, астыңғы өңнен талшық шоқтары немесе жүйкелерден тұрады және лептесіктен тұрады. Енді осылардың әрқайсына біз тоқтала кетейік. Өйткені сіздерге тағы да қайталаймын, ұбт-да осы лептесік туралы, бағаналы жасушалар, борпылдақ жасушалар туралы сұрақтар көптеп кездеседі. Осылардың бір-бірінен айырмашылығын білейік. Жалпы жапырақтың үстіңгі қабықшасының астында жапырақтың негізгі ұлпасы, ол бағаналы ұлпа орналасқан. Енді суретке қарасаңыздар, олар жаңағы жасыл-жасыл тігінен бір-біріне өте жақын орналасқан. Байқап тұрсыздар ғой? Және ол бір-біріне өте тығыз жанасқан, және ол жапыраққа жасыл түске бояйды. Себебі оның құрамында қандай пигмент бар? Өздеріңіз білесіздер, жасыл түс болса, хлорофилл пигменті болады. Жапырақтың астыңғы қабықшасын астарлап жататын борпылдақ ұлпаның жасушалары дөңгелек келеді, және өздерің байқап тұрсыңдар, жаңағы бағаналы клеткалардың астыңғы жағында тұр ғой, астыңғы өңнің үстінде орналасады. Олардың аралары ашық-ашық. Байқап тұрсыздар, анау сияқты біріне тығыз орналаспаған, аралары бос болып келеді. Яғни бұнда жасушааралық қуыстар жасушалар арасындағы ауаға толы кеңістікті құрайды. Екеуінің басты ерекшелігі осында. Және де борпылдақ ұлпа жасушаларында да хлоропласттар болады. Бағаналы және борпылдақ ұлпалар фотосинтез процесі жүзеге асатын жапырақтың негізгі ұлпасы мезофилді құрайды. Осыны естеріңізде сақтап алыңыздар. Бұл басты бір-бірінен ерекшеліктері. Енді келесі слайдқа тоқталамыз. Бұл жапырақ қабығындағы лептесік. Осы жапырақтың жаңағы ішкі құрылысында жаңағы лептесік саңылаулары болады. Немесе біз бұны усица деп атаймыз. Және де сіздерге тестта осыған байланысты сұрақтар көптеп кездеседі. Енді бірінші құрылысына суреті бойынша тоқталып алайық. Қарап тұрсыздар, лептесіктің құрылысы бұл жабын ұлпасының түсі жасушаларынан, бездеу түктерден, лептесік саңылауынан, жабын түгінен және лептесіктің жанаспалы жасушаларынан тұрады. Енді бұл лептесік дегеніміз не? Бұлардың қызметі қандай? Осыған тоқтала кетейік. Жалпы осы құрлықта өсетін өсімдіктердің жапырақтарының астыңғы қабықшасында түсі жасушалардан басқа жасыл түсті жұп жанаспалы немесе лептесік жасушалары орналасады. Кейде жанаспалы дейміз, яғни кейде лептесік деп атаймыз. Сондай-ақ бұл жасушаларда да фотосинтез процесі жүреді.
байқапсыздар, иә, біз жаңа бағанағы бұрқылдақ жасушаларда жүреді десек, лептесікте де фотосинтез процесі жүреді. Лептесік жасушалары лептесік саңылауын түзеді. Суретке қараймыз, иә, көріп белгіленіп тұр. Осы лептесік саңылауы арқылы жапырақта газ алмасу процесі жүреді және транспирация процесі жүреді. Өздеріңіз білесіздер, сіздерде ұбт-да қайталанатын транспирация дегеніміз не деген сұрақ жиі кездесетін. Бұл дегеніміз жапырақтардың суды буландыруы. Яғни осы лептесікте транспирация процесі немесе суды буландыруы және газ алмасу процестері жүреді. Осыны естеріңізге сақтап, дәптерлеріңізге түртіп алыңыздар. Енді осы лептесік өсімдіктердің және жапырақтың бетінде кейбір өсімдіктер жапырақтың астында орналасады. Осы туралы да сұрақтар кездескен шығар сіздерге. Қазір мен айтамын, дәптерлеріңізге түртіп жазып алыңыздар. Суда өсетін өсімдіктерде лептесік жапырақтардың үстіңгі қабықшасында орналасады. Яғни олардың жапырақтары тік бағытта орналасатын өсімдіктердің лептесіктері жапырақтың үстіңгі және астыңғы қабықшаларында болады. Лептесіктердің осылай орналасуы тропиктік өсімдіктерге тән болып келеді. Яғни бұл басты осы лептесік туралы қағидалар болып келеді. Енді ұбт-да келетін тағы бір сұрақ, осы фотосинтез процесін кім ашты деген сұрақ көптеп кездеседі. Яғни фотосинтез процесін алғаш рет зерттеген жаратылыстанушы ғалым ол Климент Аркадьевич Тимирязев. Осыны ұмытпаңыздар, дәптерлеріңізге және белгілеп алыңыздар. Осы фотосинтез процесі тақырыбы бойынша мен басты деген ақпараттарды сіздерге айтып кеттім. ұбт-да кездескен оқып, конспект жасап, дәптерлеріңізге түртіп алыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.